Сұйық заттың қысымын қарастырайық. Мына суретте ыдысқа су құйылған. Сұйықтың қысымы, мысалы су болса, ол түбіне қысым түсіреді және қабырғаға түсіреді. Қысым ыдыстың бетіне перпендикуляр бағытта болады. Қатты дене тек қана жанасып тұрған төменге қарай бағытталған болса, қысымы сұйықты табаны мен қабырғасына бағытталады. Бұл суреттен көріп тұрмыз, судың биіктігі кішкентай болса, су жай ағады, яғни қысымы азырақ. Биіктігі өскен сайын су қаттырақ ағады, қысымы көбейіп жатыр. Судың биіктігі одан сайын үлкейтсек, қысым одан да көп болады. Бұдан сұйықтың қысымы тек қана судың биіктігіне немесе тереңдігіне тәуелді екенін көреміз. Судың қысымын өлшеу үшін ρGH формуламен есептейміз. Мұнда P деген сұйықтың қысымы, өлшем бірлік паскаль қысымда. G еркін су үдеуі, есеп шығарғанда 10 деп алуға болады. Ньютон килограмм. H сұйықтың тереңдігі, жақша жазып қояйын, немесе биіктігі. Мысалы, теңіз болса тереңдігі айтамыз, ыдысқа құйып қойсақ, судың биіктігі деп айтамыз. Сонымен сұйық ыдыстың табанына және қабырғасына қысым түсіреді. Газ қысымын қарастырайық. Газдың молекулалары ыдысты үнемі соғып тұрады. Яғни мынау біздің молекула болса, ыдыстың қабырғаларын олар ретсіз қозғалып соғады. Осы соққылардың нәтижесінде бізде газдың қысымы пайда болады. Сонымен газдың қысымы оның молекулалар ыдыс қабырғаларын соқтығысынан пайда болады. Және олар барлық бағытқа бірдей беріледі. Яғни төбесіне, табанына, қабырғаларына барлық бағытта газ қысым бірдей түсіреді. Егер біз газдың массасын өзгертпесек, яғни констант болсын тұрақты, көлемін кішірейтсек, температура тұрақты болсын, онда бізде қысым өседі. Ауа шарын алуға болады. Ауа шарын біз қолмен қыссақ, ол қатая келеді. Яғни ауан шарының ішіндегі ауан молекулалары одан сайын тез қозғалады да, қысым көбейеді. Керісінше, көлемді арттырсақ, онда қысым кемиді. Сонымен қатар, температураны өсіретін болсақ, онда газдың қысымы да өседі. Себебі температура энергияға тура тәуелді. Энергия өскенде ол жылдамдықта өседі. Жылдамдық өскенде біздің соққылар да өседі. Ал соққылар ол газдың қысымын тудырады. Паскаль заңын қарастырайық. Паскаль заңы былайша тұжырымдалады. Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым барлық бағыт бойынша өзгеріс беріледі. Яғни біз ауа шарын өретін болсақ, түсірген қысымымыз ол барлық бағытқа бірдей беріледі. Барлық бағытқа. Сұйық үшін де, газ үшін де бұл заң орындалады. Келесі қатынас ыдыстармен танысайық. Қатынас ыдыстар ортақ түптері бар ыдыстар. Яғни өмірде ол бізде мына шайникті айтуға болады, ортақ түбі бар. Бұл бізде ыдыстың бір бөлігі, бұл бізде екінші бөлігі. Жылу батареясын айтуға болады, ортақ түбі бар. Бұл біздің ыдыстарымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ыдыс қатынап тұр, ортақ түп арқылы. Егер қатынас ыдыстың үстіне түсетін атмосфера қысым бірдей болатын болса, және оған құйылған сұйықтық бір текті болса, бір текті деген бір заттан, яғни су тек қана, немесе тек қана керосин, тек қана сынап, бір текті болу керек. Яғни олардың тығыздықтары бірдей болу керек. Сонда олардың биіктіктері де бірдей болады. Мысалы, мына мысалда бізде 1, 2, 3, 4 ыдыс ортақ түппен қосылып тұрда қатынас ыдыс пайда болды.
Осының ішінде бізде биіктіктеріміз бір текті, яғни су құятын болсақ, мына биіктіктер барлығы бір деңгейде. Яғни тығыздық бізде мұнда төртеу болсын, төртеуді жазуға болады. Төрт тығыздығымыз бірдей, яғни барлығы да су, төртеуінде биіктігі өзара тең. Егер бізде екі ыдыс болатын болса, жаңа жазғандай, бір текті болса, олардың биіктіктері тең болады. Егер олар бір текті сұйық заттар. Егер бізде қатынас ыдысқа әр текті сұйық зат құятын болсақ, онда оның сұйық бағаның биіктігі оның тығыздықтарына кері пропорция болады. Яғни H1-ның H2-ге қатынасы ρ2-ның ρ1-ге қатынасы орындалады. Бұндағы тығыздықтарымыз әртүрлі, себебі бізде әр текті. Мысалға бізде мұнда керосин, мұнда бізде су. Керосин бізде H1, мынау H2 биіктік, тығыздық ρ1, мұнда тығыздық ρ2. Осы қатынас орындалады әр текті заттар үшін.